Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Бекбосын Мерлан. Ыбырай Алтынсарин, түлкі мен қарға. Ашылып түлкі жүрді жапандарға, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсе көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп түлкі соған жетіп келді, қарға ағаштың басында мұны көрді. Тістегені аузында тәттіріншіп, оны көріп түлкі екеу сөйлей берді. Қарға батыр әр сөзін күміс алтын, сырттан халқын тілейді барша халқын. Қарға ніндей әуеш жоқ деп, осылайша шығады сыртқа даңғын. Сандуғаш бұлбұлдарын көріп едім, жүзіңді бір көруге келіп едім. Талқынды бір шығаршы шаттанайын, сырттан асып болғаннан өліп едім. Басым салып құйрығым бұлғандатып, екі көзім қарғаға құлмаңдатып. Қарға көксір көз жатын көріңіз деп, жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. Масаттанып бұлғарға сілкінеді, ішін тартып мияқтанып бір күледі. Ары қашып алыстан келген шығар, көңілі тыныс кетсінші шіркін деді. Мақтау сөзге семіріп, судай тасып, пәрменшек